келген киви терминалдардан Қазақстан темір жолына билет алуға болады. Ол үшін оплата услуги таңдаймыз. Транспорт и туризм, Қазақстан темір жолы. Бұл жерде сіз өзіңіздің шығатын станцияңызды таңдайсыз, одан кейін баратын станцияңызды белгілейсіз. Қай күні жол жүру керексіз, соны белгілейміз. Пойыздардың тізімі шығады, осы жерден өзіңізге тиімді пойыз уақытын таңдап аласыз. Одан кейін плацкарт или купе вагондары өзіңізге ыңғайлы. Мына жерде бір местінің ақшасы көрсетіліп тұрады. Мысалы, мен плацкарт таңдадым, 1922 теңге. Одан кейін өзіңізге жаңа ыңғайлы орындарды белгілейсіз. Удостоверение таңдаймыз и номерін тереміз. Фамилия. Атыңызды жазасыз. Отчество жазасыз. Сосын сдача сізге наличный берілмегендіктен өзіңіздің сотовый номерін жазасыз, сізге единица болып аударылады. Ақшаңызды төлейсіз, чегіңізді аласыз, яғни билетіңізді аласыз.